Қазақ халқының салт дәстүрінде 7 жасқа толған ұл баланы сүндетке отырғызса, қыз баланың құлағын тесіп, күмістен сырға салатын болған. Бұл жоралғыны сол әулеттің үлкен әжелері, келіндері, қыз келіншектері жиналып жасайтын болған. Құлағын тесу және сырға салу рәсімін сол әулеттегі сыйлы да жолы үлкен әжелер атқаратын болған. Және де құлағын тескеннен кейін оған түрлі жақсы сөздер мен баталар айтылып тойланатын болған. Құрметті туыстар, бүгінгі жиналып отырған себебіміз Мединаның құлағын тесетін жасқа жетті. Сондықтан бүгінгі құлақ тесу, сырға салу рәсімін осы ауылымыздың әжесі Роза апамызға береміз. Сырған құтты болсын балам. Денің сау болсын, атаң мен әжеңнің жолын берсін. Үлкен азамат бол, қыз бол. Ой, ана жаңа солақ емесің. Сырған құтты болсын. Ал енді Мединажан сырған құтты болсын, үлкен азаматша бол, еліңнің елеулісі, халқыңның қалаулысы бол. Мына отырған әжелерінің, апаларының жолын берсін саған. Халқыңа үлкен қызмет ететін азаматша бол, биіктерден көріне бер, аман бол. Жолың ашық болсын. Пәлем қашық болсын. Әжелер, апалар, Мединамыздың сырға салу салтына байланысты біздің Мәрият әжеміз бір батасын берсін. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі құлағына сырға салып жатқан қызымыз, немереміз Мәдинаның жолы ашық болсын, маңдайы жарық болсын, әрқашанда ата-анасының қуанышы болсын, апасы мен әжесінің қуанышы болып, аман-есен жүре берсін. Наурызыңыз құтты болсын, ақ бол болсын, жамандықтар жерге енсін, жақсылықтар жер бетіне келсін. Сырған құтты болсын. Үлкен азаматша болсын. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісімен жаралай малдас қорған әйелім асқар тауым қазақы дастарханым өзіңсің бақ береке ақ қайнар бастауларым.